Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймесін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Ерке Есмахан өзіне бетіне пластикалық ота жасатты деген тыңдарманы мен оқырмандарына жауап берді. Әншіден оқырманның бірі: сіз бетіңізге неше рет пластикалық ота жасаттыңыз деп сұрады. Ерке бетіне пластикалық ота жасатқан, үйткен-бүйткен деп жазып, өздерінің ішіндегі комплекстерін жұбататын әйел қыз көп. Көңіл күйіңізді түсірейін, бетіме ештеңе жасатпағанмын. Құдай куә және күйеуім куә. Кішкентай қыз болдым, бой жеттім, есейіп ару болып әдемілендім, ана болып әрлендім. Өзім қатты күтім жасаймын. Енді табиғатты пластикаға жатқызу қате. Жалпы қазір блогер әншілер бет мұрын жасатып, қай жерін алып, қай жерін салып жатқанын ашық көрсетеді ғой. Неге қазіргі заманға сай болып кеткен трендтерге таң қаласыздар деп жауап берді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.